Сәлем қыздар! Бүгін анамның ең сүйікті салаты винегретті дайындаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет! Бұл қарапайым винегрет. Ингредиенттерін барлығы білетін шығар. Ең бастысы, банкіде жабылған қиярымыздың қышқыл болмауы керек. Және квашеная капустамыз дәмді болуы тиіс. Өйткені осы екі ингредиент салатқа ерекше дәм береді. Және пиязымыз міндетті түрде маринованный болуы керек. Картобымызды 4 бұрышта қылып кесіп аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға салып аламыз. Одан соң сәбізімізді де дәл солай 4 бұрышта қылып кесеміз. Келесі қызылшамызды да ұсақтап кесейік. Енді қиярды ұсақтаймыз. Ал пиязымызды мариновать етеміз. Ол үшін 4 бұрыштылап ұсақ қылып кесеміз. Бөлек ыдысқа саламыз да үстіне тұз, бұрыш қосып, 9% уксусты 1 немесе 2 қасығын құйып, бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Салатымызға квашеная капуста салып, консервадағы горохты да қосамыз. Енді үстіне тұз және бұрыш қосамыз. Сонымен қатар қиярдың рассолын да құюды ұмытпайық. Енді араластырып, үстіне сұйық май құяйық. Соңғы ингредиент ол пиязымызды қосамыз да тағы да дұрыстап араластырамыз. Менің анамның рецептімен жасалған винегрет салатын сіз де дайындап көріңіз. Салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.